Баршаңызға сәлем достар. Арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Дина. Бүгінгі видео рецепте түрік халқының ачма деп аталатын тәтті тоқыштарын жасайтын боламыз. Арнамда алғаш рет болсаңыздар, қазақша контентті бірге дамыту мақсатында арнама жазылып, лайк қалдыруды да ұмытпаңыздар. Рецепт өте оңай. Бізге нөліктен өткізілген ұн, оған дрожжи, қант, тұзымызды, яғни осы құрғақ заттарды араластырып аламыз. Рецептке қосылатын заттардың мөлшерінің барлығын описание деген жерге толығымен қалдырып кетемін. Одан кейін міндетті түрде сары май қосамыз және оған сұйық май құйып, суға қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды 1 сағатқа демалдырып, яғни көтеруге алып қоямыз. Ачманың бүгу технологиясын, яғни бүгу әдісін біліп көріп алу үшін жақсылап көріп алыңыздар, яғни видеоны соңына дейін қараңыздар. Тағы да бір айтып кететін жайт, осы рецептте пайдаланған қамыр өте керемет, яғни артық ұнды да қажет етпейді, қолға да жабыспайды. Дайын болған қамырды бөліктерге бөліп шығамыз. Менде 10 бөлік болып шықты. Қамырымызды осылай қолмен басып жайып шығамыз. Ачманың, яғни тәтті тоқаштарымыздың салмасына кез келген шоколадты пастаны пайдаланамыз. Көргендеріңіздей, бүгу технологиясы, бүгу әдісі осындай ерекше болады және өте сәнді болып көрінеді. Міндетті түрде осы рецепті жасап көріңіздер. Тоқаштар жұмсақ, өте дәмді, яғни әрі көзге де тартымды болып шығады. Жұмыртқаның сарысын жағып, пешкеге 200 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Рецепт сіздерге ұнады деген үміттемін. Сіздермен бірге болған Дина. Келесі видео рецептерде кездескенше сау болыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.